Сәлем достар. Бүгін біз бір-бірімізге сұрақтар қоятын боламыз. Біз бір-біріміз туралы қаншалықты білер екенбіз, соны анықтайтын боламыз. Неден бастасақ екен? Баян, сен қалай ойлайсың? Менің сүйікті тағамым қандай? Сіздің сүйікті тағамыңыз палау. Болады, иә. Ал мен Баянның сүйікті тамағы картоп деп ойлаймын. Негізі Баян тамақты көп жемейді. Балық деп ойлаймын, қуырылған балық. Жоқ. Дұрыс емес па екеуі? Нені жақсы көресің? Жоқ, біреу дұрыс. Қайсысы дұрыс? Картошка. Картошка дұрыс. Және тағы қандай тамақ жақсы көресің? Тағы палау. Палау. Аха, жарайды. Мен ойлаймын, Баянның жақсы көретін түсі розовый және күлгін түс деп ойлаймын. Дұрыс. Менікі ше? Сіздің сүйікті түсіңіз қызыл, сосын Мен қызыл түсті ұнатпаймын, мүлдем ұнатпаймын. Ақ, сосын көк. Ақ не және қара деп айтар едім. Енді Баянның сүйікті әншісі Садраддин, Баян Сұлу және болды. Садраддин мен Баян Сұлу шығар. Біреу дұрыс емес. Ол Садраддин. Дұрыс емес па? Жақсы көрмейсің ба? Кім сенің сүйікті әншің? Баян Сұлу. Баян Сұлу. Тек қана Баян Сұлу ма? Баян Сұлудың қандай әндерін білесің? Көңіл кете қалай деген білемін. Сосын Баян Сұлуды не үшін жақсы көресің? Оның аты Баян болған үшін ба? Жарайды. Менің сүйікті әншім ше? өйткені өлеңдер күшті да, күшті өлең. Хит өлеңдер айтады, иә? Менің сүйікті әншім кім деп ойлайсың? Сіздің сүйікті әншіңіз Садраддин, сосын Қайрат Нұртас. Дұрыс. Дұрыс, молодец. Менің ойымша Баян өскенде дәрігер болғысы келеді. Дұрыс. Дұрыс, иә. Бірақ біздің үйдегілер барлығы оған прокурор бол деп айтады. Бірақ Баян өзі дәрігер болғанды қалайды, иә? Оған укол салған ұнайды. Келесі бізде бір-біріміздің аяқ киім өлшемімізді айтуымыз керек. Менің ойымша, қателеспесем, сенің аяқ киім өлшемің 29 шығар. Сен толды? Өзі білмейді екен. Біз оны анықтайтын боламыз, көреміз. Келесі, сенің сүйікті саның. Саған ұнайтын сан 5 саны деп ойлаймын. Жоқ. Қай сан ұнайды? Менің сүйікті саным қандай деп ойлайсың? Сіздің сүйікті саныңыз 7. Жарайды, 7. Сенің сүйікті жануарың. Менің сүйікті Мен айтамын бірінші. Сенің сүйікті жануарың, ол үй жануары, мысық. Жоқ. Ол үй жануар емес. Ол қоян. Қоянды жақсы көресің ба? Жарайды. Ал менің сүйікті жануарым не деп ойлайсың? Сіздің сүйікті жануарыңыз мысық? Жоқ. Мүлдем. Сіздің сүйікті жануарыңыз Маған ұнайтын жануар жоқ ол негізі. Мен жануарларды жақсы көрмеймін. Ешқайсысын жақсы көрмеймін. Несі ше? Ешқандай үй жануарында ештеңені жақсы көрмеймін. Біз қазір Баянның аяқ киімінің өлшемін көріп келдік. 28 екен. Биыл 29 келетін шығарсың. Алдағы уақытта сәл қателеспін. Саған қай қала ұнайды? Маған Мен дейін ба бірінші? Иә. Менің ойымша саған ең қатты ұнайтын қала Алматы сияқты. Иә, дұрыс. Маған қатты ұнайтын Алматы. Маған ше? Сіздің ең жақсы көретін қалаңыз Астана? Дұрыс, мақұл. Ал енді келесі Баянға ең қатты ұнайтын жеміс. Менің ойымша ол алма және банан сияқты. Біреу дұрыс емес, бірақ екінші дұрыс. Қайсы дұрыс? Мен негізі банан жақсы көремін. Өзім атым бұдан келіп тұрған соң банан жақсы көремін. Жарайды. Менің сүйікті жемісім ше? Сіздің сүйікті жемісіңіз алмұрт? Дұрыс, алмұрт, иә. Баянның ең жақсы көретін сусыны ол әрине ешкім бас тартпайтын кола және максичай. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Менікі ше? Сіздікі кола, сосын сіздікі кола мен пепси.
Пепси ұнамайды, коланы жақсы көреді. Келесі бізде Баянға ең қатты ұнайтын ойын түрі. Қандай ойын түрі ұнайды саған? Білмейді екенмін. Мамасы папасы ол ойнаған ұнайтын шығар. Иә, дұрыс. Немесе апай. Иә, апай. Сосын енді бізде ең соңғы айтатын нәрсеміз ол Баянның жақсы көретін пәні. Баян бізде қазір мат сыныбына, яғни дайындық сыныбына барып жүр. Әлі бірінші сыныпқа барған жоқ. Сол үшін сабақ көп емес. Менің ойымша математиканы қатты ұнатпайтын сияқты. Оған қарағанда жазу, әліппе, сондай сабақтарды ұнататын сияқты. Мен ешқайсысын ұнатпаймын. Ешқандай сабақ ұнамай ма саған? Ұятнай. Осымен біз аяқтаймыз. Бүгін біз бір-біріміз туралы біраз ақпараттар айттық. Ішінде білмейтін нәрселеріміз де болды. Енді бір-бірімізден сұрап тұруымыз керек екен, иә? Ал Всем пока!